Саламатсыздар ма достар, менің есімім Искакова Айгерім. Спанкулов заңгерлік компаниясының заңгерімін. Бүгінгі видеода декретке миллион теңгемен шығудың жолдарын айтатын боламын. Өздеріңіз білетіндей, декрет ол әйелдерге жүктілікке және босануға байланысты берілетін демалыс түрі. Бұл демалысқа шыққанда сіздерге қаржылай көмек беріледі. Оның түрлеріне келер болсақ. Біріншісі, бала туылғанда берілетін ақша дорадовой. Екіншісі, 1 жасқа дейінгі төленетін ай сайынғы ақша догодика болып табылады. Енді бірінші осы баланы туғанға дейін берілетін ақшаны санасақ. Егер сіз официально жұмыс жасамасаңыз, біріншіден 3-ші балаңызға дейін туғанда мемлекет тарапынан 38 МРП, яғни 110.846 теңге алатын боласыз. 4-ші және одан кейінгі балаларыңызға сіз 63 МРП, 183.771 теңге алатын боласыз. Осылайша сіз официально жұмыс жасамасаңыз, бала туылған жағдайда осы суммалардың шегіндегі ақшаны ғана иеленетін боласыз. Егер сіз декретке миллионмен шыққыңыз келсе, бала туылғанға дейін жұмыс жасауыңыз керек еді. Алайда, бұл жағдайдың өзінде декретке миллион теңгемен шықпасаңыз да, 38 МРП және 63 МРП-дан бөлек қаржылай көмек алу жолдарын айтып өтсем. Біріншісі, ол егер сіз үй жағдайында өзіңізге ұнайтын белгілі бір кәсіп немесе қолөнер түрімен айналыссаңыз, осы жасап жатқан ісіңізді заңдастыру қажет болады. ИП ашып, әлеуметтік төлем төлеп отырасыз. Бұл өз кезегінде бала туылғанда берілетін ақшаның ұлғаюына алып келеді. Екіншісі, балалы болатындарыңызды білген уақыттан бастап, қол қусырып отырмай, официально жұмыс жасауға кіру. Сол арқылы жұмыс орныңыздан төленетін әлеуметтік төлем, яғни социальный выплатаның негізінде қаржылай көмек алу жолы болып табылады. Ал егер бірден кәсібіңізді заңдастырып, сонымен қатар официально жұмыс жасап бастасаңыз, тек қана қомақты қаржылай көмекке емес, декретке миллионмен шығып қалуыңыз да әбден мүмкін. Осы айтылған жолмен сіз соңғы 12 айда ай сайын официально тіркелген жұмыстан 100 мың теңге алып отырсаңыз, сіз бала тумай жатып 420 мың теңге алатын боласыз. Егер 200 мың теңге алып отырсаңыз, 840 мың теңге, ал 300 мың теңге алсаңыз, 1.260 мың теңге алатын боласыз. Осы суммаларға мен басында айтып өткен МРП-ларды қосуды ұмытпаңыз. Бұл ақша қалай саналады? Зарплатаңыздың соңғы 1 жылда қанша жұмыс жасадыңыз, соған көбейтіп 12 айға бөлсеңіз, шыққан сумманы 4,2-ке көбейтуді ұмытпаңыз. Қаласаңыз ИП ашып, официально жұмыс жасап, дорадовой ақшаңызды еселей аласыздар. Бұл тек туғанға дейін берілетін ақша түрі. Енді туғаннан кейін догода берілетін, ай сайынғы берілетін ақша түрін түсіндірсем. Егер жұмыс жасамасаңыз, бірінші балаға 1 жасқа дейін айына 5,176 МРП, екінші балаңызға 6,185 МРП, ал үшінші балаға 7,185, ал 4 және одан жоғары балаларыңызға 8,19 МРП алатын боласыз. Егер официально жұмыс жасасаңыз, соңғы 12 айдағы зарплатаңыз 100 мың теңгені құраса, онда сіз ай сайын 40 мың алып отыратын боласыз. 200 мың болса, айына 80 мың алып отырасыз. Бұл ақша сіздің зарплатаңыздың, яғни 40%-на тең сома. Официально жұмыс жасаған жағдайда сіздің балаларыңыздың санына қаралмайды, тек сіздің зарплатаңызға байланысты болып табылады. Көріп отырғандарыңыздай, декретке миллион теңгемен шығудың жолдары аса қиын емес. Жоғарыда мен айтып өткен заттарды уақытында және де қазірден бастап қолға алатын болсаңыздар, сіздердің де декретке миллионмен шығып қалуларыңыз әбден мүмкін. Осымен біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Егер де қосымша сұрақтарыңыз пайда болып жатса, төмендегі сілтемеге өтіп, менен жеке консультация ала аласыздар. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, видеомызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.